алла тағалаға қалай дұрыс дұға ету жайлы, пайғамбарлардың дұғасы жайлы айтып өтетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алланың разылығын сұрау дұғасы. Я Алла, шынайы иманды көркем мінез, артынан бақыт ілескен табыс, сенен келетін мейірім және жарылқау, кешірім және разылығыңды сұраймын. Береке сұрау дұғасы. Я Алла, менің естуімді, көруімді, мінезімді, сырт келбетімді, отбасымды, өмірімді және амалымды берекелі етуіңді сұраймын. Ізгі амалдарымды қабыл еткейсің. Сенен жәннаттағы биік дәрежені сұраймын. Жақсы мінез сұрау дұғасы. Я Алла, мені өмірдің қиындығынан сақтай көр. Мені ең жақсы істер мен жақсы мінезге жетелей көр. Өйткені оның ең жақсысына сенен басқа ешкім жетелей алмайды. Және оның жаманын менен айықтырғайсың. Өйткені оның жаманынан мені сенен басқа ешкім де айықтыра алмайды. Жоқшылықтан, ауру сырқаудан сыйыну дұғасы. Я Алла, тәніме саулық бер. Уа Алла, естуіме саулық бер. Уа Алла, жанарыма саулық бер. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Уа Алла, мен күпірлік пен жоқшылықтан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Сондай-ақ қабір азабынан өзіңе сыйынып пана сұраймын. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Ата-ана үшін жасалатын дұға. Раббым, мені кішкентайымнан бағып, тәрбиелеп өсіргеніңдей, оларға мейірім ет. Ризық сұрау дұғасы. Я Алла, көбейте көр, кемітпе, сыйлы қылда, бейшара қылма, бере көр де, тыя көрме, бізді таңда да құр қалдырма. Уа Алла, барлық істерімнің соңын жақсарт, дүние қорлығынан және ақырет азабынан құтқар. Қадір түні оқылатын таңдаулы дұға. Уа Алла, сен кешірушісің, жомартсың, кешіруді жақсы көресің, мені де кешіре көр. Адам ата мен Хауа ананың дұғасы. Уа Раббымыз, біз өз-өзімізге қиянат жасадық. Егер бізді кешпесең, әрі есіркеп рақымыңа бөлемесең, зиянға ұшырағандардың қатарында боламыз. Ибрахим алейхиссалям пайғамбардың дұғалары. Уа Раббым, мына елді мекенді бейбіт, қауіпсіз мекен еткейсің. Мені де, бала-шағамды да пұттарға табынудан аулақ қылғайсың. Уа Раббым, мен ұрпағымның бір қатарын дүниеге қызықпай, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей оқысын деп, қасиетті үйіңнің маңына егін өспейтін бір алқапқа орнықтырдым. Енді сол ұрпағыма адамдардың бір бөлігінің көңілін түсіргейсің, һәм өзіңе шүкіршілік ету үшін оларға кейбір көкөністер мен жемістерді ризық етіп бергейсің. Закария алейхиссалям пайғамбардың дұғасы. Уа Раббым, мені мирасқорсыз қу бас етіп, жалғыз қалдыра көрме. Өзіңнен басқаның бәрі фәни, бәрі өліп, өшкеннен кейін мәңгі бақи қалатын бір өзіңсің. Сондықтан да мұрагерлердің ең қайырлысы өзіңсің. Жүніс алейхиссалям пайғамбардың дұғасы. Сенен басқа тәңірі жоқ, сен мінсізсің, жаратылысқа тән кемшілік атаулыдан, дәрменсіздіктен, мұқтаждықтан адасың. Мен расында да өзіне қиянат жасаған залымдардың бірі болыппын. Сүлеймен алейхиссалям пайғамбардың дұғасы. Уа Раббым, маған һәм ата-анама нәсіп еткен нығметтеріңе лайықты түрде шүкіршілік етуді және үнемі өзіңді разы ететін игілікті істер істеуді көңіліме ұялатқайсың. Сондай-ақ мені шексіз рахымыңмен игі құлдарыңның қатарына қосқайсың. Мұса алейхиссалям пайғамбардың дұғалары. Уа Раббым, мені залым қауымнан құтқара көр. Уа Раббым, шүбәсіз, маған берер қандай жақсылығыңа, нендей нығметіңе болса да зәрумін.
Уа Раббым, көкірегімді кеңейтіп, иман нұрына, ілімге толтыра көр. Ісімді жеңілдете көр, тілімдегі түйінді шеше көр. Олар менің сөзімді жақсы түсінетін болсын. Нұх алейхиссалам пайғамбардың дұғасы. Уа Раббым, мені ата-анамды мүмін ретінде табалдырығымнан аттаған әрбір жанды һәм күллі мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді кешіре көр, ал залымдарды одан бетер құрдымға батырғайсың. Раббымыз, бізге дүниеде де жақсылық бер, әрі ақыретте де жақсылық бер, және тозақ отының азабынан сақта. Раббымыз, егер ұмытсақ, не жаңылсақ, бізді қолға алма. Раббымыз, бізге, бізден бұрынғыларға жүктегеніңдей ауыр жүк жүктеме. Раббым, бізге шамамыз келмейтінді артпа, бізді кешір, бізді жарылқа, бізге мархамат ет. Сен иемізсің, бізге кәпір қауымға қарсы жәрдем бер. Раббымыз, бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқытпа, және бізге өз қасыңнан игілік бер. Күдіксіз, сен өте берегенсің. Раббымыз, расында сен күдіксіз келетін бір күнде адамдарды жинаушысың. Сөз жоқ, Алла уәдесінен айнымайды. Раббымыз, иман келтірдік, күнәмізді жарылқада, от азабынан сақта. Раббымыз, түсіргеніңе иман келтіріп, пайғамбарға ердік, енді бізді куә болушылармен бірге жаз. Раббымыз, біз өзімізге кесір істедік, егер сен бізді жарылқап мархамат етпесең, әлбетте зиян етушілерден боламыз. Раббымыз, бізге сабыр бер, әрі бізді мұсылман болған күйде өлтір. Осы дұғаны айтатын болсаңыз, міндетті түрде қабыл болады. Бұл Юнус пайғамбардың балықтың қарында болған кездегі айтқан дұғасы. Уа Алла, сенен өзге ешбір құдай жоқ, өзің барлық кемшілік атаулыдан пәксің. Шынында мен өзіме зұлымдық еткендерден болдым. Жұбайлар дұғасы. Я Аллам, жан-жарым екеуміздің арамызға сүйіспеншілік құя көр, оның жүрегіне маған деген, менің жүрегіме оған деген жылулық бер. Тәкаппарлықты, өзімшілдікті, менмендікті біздің бойымыздан аласташы Аллам. Бір-бірімізді бағалауды, сүюді, қабылдауды, түсінуді, кешіруді бізге үйретші Аллам. Күнделікті бір-бірімізге көңіл бөлуді, жақсы көруді ұмыттырмашы Аллам. Бойымыздағы салқындық, немқұрайлық, жек көрушілік, жамандықты алып тастап, бір-бірімізге жылулық сыйлап, сүйсіне қарауды үйретші Аллам. Өсімізге кедергі болатын барлық жамандықтың көзін құртып, жүрегімізге имандылық құйшы Аллам. Егер де екеуміздің біреуміз төмен, біреуміз жоғары болсақ, біздерді теңестіріп, үйлестіріп, жарасымды жұп қыла көр Аллам. Біздің салқындығымыздың, жаман қылығымыздың, ұрыс керісіміздің кесірі балаларымызға тиіп кетпеу үшін Аллам, өз күнәмізді көруге, түсінуге сана құйып, жаман мінезімізді өзгертуге шама бер Аллам. Сенің біріктірген одағың бөлініп кетпеуіне, бар бақытымыз бүлініп кетпеуіне, балаларымыз жыламауына, шаңырағымыз құламауына сенен үміт етіп пана сұраймыз. Маңдайымызға берген бағыңды еселеп, қуанышты күндерімізді көбейте көр Аллам. Өзімді, балаларымды, күйеуімді бір өзіңе тапсырдым Аллам. Біздерді өзің қалағандай әдемі, бақытты, жарасымды жұп ете көр Аллам. Аумин. Алла тағалам тілеген барша дұғаларыңызды қабыл етсін.